Сәлем достар, бүгін сарымсақ қосылған нан жасайтын боламыз, яғни чесночный хлеб. Өте оңай, тез жасалады және де сұйық тағамдармен өте жақсы үйлесетін қытырлақ нан. Ол үшін ең алдымен өзімізге керекті осылай нан батон түрін таңдап, осылай кесіп алатын боламыз. Барлығын бөліктерге бөліп кесіп шыққаннан соң бөлме температурасындағы ерітілген сары майымызды аламыз. Сары майымызды күштен өткізілген чеснокқа араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң осылай нан бөліктерін бетіне сары майымызды жағып шығатын боламыз. Яғни сары майға чеснок араласқан. Сіздер бұл жерде укроп, яғни аскөкті араластырсаңыздар да өте керемет болады. Менде бұл жерде сары май мен чеснок қана, осылай қарапайым жолмен бетіне жағып шығасыздар. Аздан егер қаттырақ ұнатсаңыздар, көбірек жақсаңыздар да болады май мен чеснокты. Менде бұл жерде аз мөлшерде, яғни осыны жақсылап жағып шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, кішкене сарғайғанша алатын боламыз. Енді бұл жерде сарғайғанша күтеміз. Мінекей, сарымсақ қосылған нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сұйық тағамдармен, оның ішінде сорпамен, пюре суптармен өте жақсы үйлеседі. Баршаларыңызға ас болсын.